Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі пәні 8-ші сынып. Қоршаған орта және энергия ресурстары бөлімі бойынша сабағымыздың тақырыбы отан, табиғат, жер-ана. Сабағымыздың мақсаты үзіндімен жұмыс жасап мәселені болжау, бірыңғай мүшелердің қолдану орны мен қызметін ұғыну, бірыңғай мүшелерге байланысты жаттығу жұмысын жасау. Осы мақсаттарға негізделген бағалау критерийлеріне тоқталсақ. Үзіндіні оқып, көтерілген мәселені анықтайды, бірыңғай мүшелерді ажыратады, мәтінде кездескен бірыңғай мүшелердің жасалу жолын біледі. Олай болса балалар, сабағымызды маңызды сұрақ әдісі арқылы бастайық. Көрсетілген сұрақтарға жауап бере отырып, көтерілген мәселені болжаңыздар. Суреттер арқылы нені байқауға болады? Неліктен отансүйгіштік қасиет басты құндылығымыз болып саналады? Туған жерің туралы не айта аласың? Отан үшін отқа түс күймейсің деген мақалдың астарында қандай ой жатыр? Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл суреттерде отанымыз тәуелсіз Қазақстанның көрікті жерлері, әсемдігі, байрағы бейнеленген. Отанға деген сезімнің шынайы қайнар көзі туған жер табиғаты, ана тілі, салт дәстүрі, тарихи ата-бабаларының ерлігі. Олар әр адамзат бойына намыс, ар, сүйіспеншілік ұялататыны бәрімізге аян. Енді оқушылар Мақағали Мақатаевтың отан өлеңі жайлы бейнебаянды көріп, өлеңді мұқият тыңдап және өлең бойынша өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағын дөзен, асқар тау, гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәндігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Ендеше балалар, өлең мазмұнымен таныс болсақ, экрандағы көрсетілген сұрақтарға жауап беріңіздер. Өлеңде отанға деген махаббатты ақын қандай сөздермен жеткізген? Ол сөздердің жасалу жолын түсіндіріңіз. Дұрыс айтасыңдар. Ақын өлеңді әсерлі, жүрекке жылы, тілге жеңіл жеткізе білген. Өлеңнің әрбір сөзінен ақынның отанға деген махаббатын, сүйіспеншілігін байқауға болады. Өлеңде арынды өзен, асқар тау, гүлін сүйем деген сияқты бірнеше сөз болса да, бір ғана сұраққа жауап беретін, бірнеше сөзден тұрса да, бір ғана сөйлем мүшесі қызметінде тұрған сөздерді кездестіруге болады. Осы сөздерге сүйене отырып, бүгінгі сабағымыздың тілдік бағдарында берілген ережемен танысайық. Сөйлемдегі қызметі тұлғасы бірдей, бір сұраққа жауап беретін, бір ғана мүшемен байланысатын, екі не одан да көп мүшелерді бірыңғай мүшелер дейді. Мысалы ретінде, алдыңғы өлеңде берілген арынды өзен, асқар тау, гүлін деген сөздер қатарын алып қарастырсақ болады. Бұлар бізде бірыңғай мүшелер қатарына жатады. Себебі бұл сөздердің барлығы бір ғана сұраққа жауап беріп, бір ғана сөйлем мүшесінің қызметін атқарып тұр. Сонымен қатар, сөйлемнің бірыңғай мүшесі барлық сөйлемнің мүшелері бола алады. Мәселен, олар бірыңғай бастауыштардан, бірыңғай толықтауыштан, бірыңғай анықтауыштардан, бірыңғай пысықтауыштардан және бірыңғай баяндауыштардан бола алады. Мысалы, Қайрат, Ербол, Ләззат халқының жүрегінде мәңгілік сақталады. Бұл жерде бізде бірыңғай мүшелер Қайрат, Ербол, Ләззат. Қойылатын сұрақ кімдер? Яғни
кім, не деген сұрақтарға жауап беретін бізде зат есім. Ал зат есім сөйлемде бастауыштың қызметін атқарады. Сол себепті бұл Қайрат, Ербол, Ләззат сөздері бірыңғай бастауыштардан жасалған сөздер. Ал енді балалар, кітаптың 80-ші бетіндегі 3-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Тапсырмада мәтінді оқып, соның ішінен бірыңғай мүшелерді кездестірсек, олардың қай сөйлем мүшесінен екенін ажыратуымыз қажет екені берілген. Ендеше, сәйкестендіру әдісі арқылы кездескен бірыңғай мүшелерді жоғарыда көрсетілген сөйлем мүшелерімен сәйкестендірейік. Тапсырманы дұрыс орындады деген сенімдемін. Ал енді балалар, назарларыңды келесі тапсырмаға аударғым келеді. Берілген сөйлемнен бірыңғай мүшелерді тауып, тыныс белгілерін дұрыс қойыңыздар. Жарайсыңдар. Бүгінгі өткен тақырып жайлы өз ойларыңды дил әдісі арқылы ой бөлісіңіздер. Бірінші бағанға бүгінгі сабақта оқығаныңызды, көргеніңізді суреттеп, екінші бағанға бұл тақырып бойынша бұрыннан білетініңізді, үшінші бағанға сабақта тапсырмаларды орындау барысында кездескен қиындықтар жайлы, ең соңғы бағанға бүгінгі алған біліміңіз бен бұрыннан білетін біліміңізді байланыстыра отырып, өз ойыңызды жеткізіңіз. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта сіздер отан, табиғат, жер ана тақырыбы кез келген адамның көзіне жас, көңіліне серпін беріп жырлайтын үлкен тақырып екенін, сонымен қатар бірыңғай мүшелердің не екенін және олардың қолдану аясын білдіңіздер. Оқушылар, сабағымды қорытындылай келе, 83-ші беттегі 5-ші тапсырманы үйде орындауға тапсырамын. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.